порнографическая анорексия дегенде кетіп бара жатыр. Біздегі проблема біз айта алмаймыз. Әйеліне анасы ретінде қарау, құрметпен қарау. Жұптардың арасында ролевые игры дейді, олардың бәрі міндетті түрде болу керек. Сәлем достар, бұл Ерден саулығы жобасы және оның жүргізушісі авторы Шырақ Байназар. Бүгін бізде қонақта Махаббат ханым, сексолог, психотерапевт. Қазір порнографическая анорексия дегенде кетіп бара жатыр. Неге? Біздің көп ер кісілеріміз сол сайттарда отырып, көріп, көзі тойып, үйге келеді. Енді оның мысалы жолдасы, әйелі онымен айланыспайды. Оған мысалы оған көңіл бөлмейді. Және ол өзінің анада көргенін, және өзінің фантазиясын әйеліне көрсеткісі келеді. Бірақ бұл жерде психологиялық тұрғыда диалог жоқ, екеуінде қақтығыс басталады. Сөйтіп, сіз дұрыс айтып кеттіңіз, ер кісі мен әйел заттың арасында диалог болмайды. Сөйтіп, ол ашық сөйлесе алмайды. Біздегі проблема біз айта алмаймыз. Мы не можем говорить о своих потребностях. Мысалы, әйелі айта алмайды, мен толық сенен қанағат алмадым. Ер айта алмайды, мен мынандайды қалап тұрмын. Ер кісі айта алмайды, білесің ба, жаным, мен бүгін былай көрейік, маған осы нәрселер ұнап тұр. Егер сен қалай қарайсың, көрейік деп. Неге? Жұптардың арасында ролевые игры дейді, олардың бәрі міндетті түрде болу керек. Өйткені сіз күніде нан мен май жей берсеңіз, сіз жалығасыз. Сол секілді олар да жалығады. Неге ер кісілер шетте басқа қыз-келіншектерге көз салады? Неге олар басқа адамды іздегісі келеді? Неге? Өйткені солмен ол ашық сөйлесіп, өзінің ойында жүрген фантазиясын сол кісімен жүзеге асырады. Әйел адамдар ашық болу керек сияқты. Ер адамның қажеттілігін, қалауын тыңдай алуға, және ер адамдар оны айта алатындай жағдайда болуға. Яғни ер мен әйел арасында белгілі бір олар бір-біріне тәндік жағынан да, эмоциялық жағынан да бір-біріне ең жақын адамдар ғой. Бірақ көп құбылыс ретінде бізде керісінше әйел мен ер адам арасында диалог болмай жатады, қалауларын белгілі бір проблемаларын бір-біріне ашық айта алмайды. Сондықтан да мысалы әйел мен ер адам бір-біріне толыққанды ойындағыларын тілмен жеткізе алу, диалог құра алу, көпір орналастыра алу маңызы бар осы жағдайда. Мысалы кез келген, мысалы сіз айтқандай, мысалы көріп алған дүниесі мүмкін жүзеге асырғысы келсе, мысалы сырттан іздемей белгілі бір объекті келіншегіне жеткізу, ал келіншегі оны дұрыс түсінуге ашық болу деген сияқты. Мысалы, олар ер адамдар сенімді болу керек қой. Мысалы, мен осыны қазір айтсам, мені айыптамайды, мені дұрыс қабылдайды, дұрыс түсінеді. Және сенімді болу керек. Бұны айтқан жағдайда мен ұятсыз біреу болып қалмаймын, менің дұрыс түсінеді деген сияқты білудің маңызы зор сияқты. Көп ер кісілер да психологиялық тұрғыда мынандай тұрады. Әйеліне анасы ретінде қарау, құрметпен қарау. Мен порнода көрген дүниені әйелмен жасай алмаймын дейді. Сондай да менде кісілер бар. Келесі факторлардың бірі, неге ол ондай болып жатыр? Ол деген бір қызығушылық. Мынандай бол, сіз қызық кітап оқып отырсаңыз не істейсіз? Ол кітапты аяқтамай, сіз ол кітапты тастай алмайсыз. Оларда да сол порнохабта сондай. Неге? Бір күні ол жерде әртүрлі сюжетпен беріледі. Бір күні мынандай ролевые игры беріледі. Ол соның бәрін соған тәуелді болып переживать етуге тырысады. Көрдіңіз бе? Яғни бір өмірдегі проблемалардың реальность шынайылықтан кішкене ауытқып, басқа бір әлемге түсіп, жаңағы психологиялық тұрғыда бір сергіп қайтқысы келеді ғой. Ол өмірде емес. Өмірде емес, визуалды, өзі қиялы, мынау диджитал сол арқылы өзінің бір қиялы ойындағы тұрған нәрсені сол жерде эмоция түрінде переживать етіп өткісі келеді. Осы факторлар негізінде. Арылудың жолы біріншіден барлық сайттардан шығу, приложениялардың бәрінен шығып кету, өшіру. Екіншіден әйеліңмен жақындасу, ойыңды жеткізу. Және келесі кезекте? Келесі кезекте екеуіңіз осы жақындасып, толық диалог құрған соң, үшінші ең маңыздысы бүкіл
ойлаған істейтін жүзеге асыру үшін өздеріңіз өз рөлі дейді ғой, сіздер бөліп алу керексіздер. Олғи істейтін жасайын деп жатқан дүниелеріңізді сіздер бірге ақылдасып жасау керексіздер. Яғни белгілі бір фантазияңызды өмірде өз жұбыңызбен жүзеге асыру және де оны нормаға айналдыру, талқылап отырып жаңа бір түрін көру. Бұл бөлім сізге өте қызықты болды деген сенімдеміз. Егерде қандай да бір сұрақтарыңыз болса, сексология саласында, онда Махаббат ханым осы пікір астында жазылған сұрақтарыңызға міндетті түрде жауап береді. Сондықтан да қысылмай қандай да бір сұрақтарыңыз болса, жолдасаңыздар болады.